Екі жердегі 2-4 деп басталатын осы бір көбейту кестесін кім ойлап тапты екен деп ашуланған кезіңіз балалық шағыңызда көп болған шығар. Кімде қаншалықты көп болғанын қайдам, бірақ өз басымда өте көп кездесті. Ойынның қызығына батып, құрбыларымен ойнап жатқанда, тәтті тамақ ортаға келіп, жей бастағанда және бір жаққа қыдыруды ойлап сөз бастағанда құрып қалғыр көбейту кестесі алдымнан шыға келеді емес пе? Сонда анам мен әкем, сені көбейту кестесін толып жаттадың ба? дейтін. Маған сол сұрақ қойыла кетсе болды, абайсызда тамағыма өріктің сүйегі тұрып қалғанда күй кешемін. Ол құрғыр сүйек не ішіме кетпейді, не сыртыма шықпайды. Қылғынып, тұншығып, өз-өзіме қызарып, маңдайымнан суық тер бұрқ ете қалады. Осындай күй кешіп тұрғанда, әлгі ойынға да, тәтті тағамға да, қыдыруға да, мидың қатпарындағы тамырларға сигнал барып, қажет емес деген жедел жәрдемнің қызыл лампасы ойнай бастайды. Жоғары сыныптарға өткен кезде де көбейту кестесін жатқа айтып бере алатын болдым. Бірақ әлі күнге дейін есеп дәптерін ұстап, оның артындағы көбейту кестесін көре қалсам, өрттің сүйегі тамағыма келіп түскенде әсерде боламын да, бір жымиып күлемін. Сосын, ол да алаңсыз бір күндер екен ғой деймін іштей.